Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyunun 26'sı çarşamba günü ve bugün Kırım Tatar Milli Bayrak günü kaydedilir. Bugün Ukrayna Tış İşler Naziri Avropa Şurası Parlament Asambleyasının temsilcilerini parlament saylavlarına davet etmeye tavsiye etti. Bu haqda Pavlo Klimkin o'z Facebook sayfasında yazdı ve Strasburg'daki Riberov'dan son Ukrayna Assambleyaga artık işanıp olamağanını kaydetti. Егер Avropa Şurası Parlament Asambleyası Rusiya делегациясының сәлхеттерін таздықласа, мен Украина Верховна Радасының еріне біздің парламент сайларымызда көзетежі оларақ иштирак ету фаққында дәветнамені кері азыр едім. Чүнки Avropa Şurası Parlament Asambleyası Rusiya мүбіслерінен ве Avropa Şurası Parlament Asambleyası оларсыз bu Одессада айтылған кебе екі балабан фарқ. Ве сонында Rusiya Federациясына ассамблеяға қайтмаға izin берген сон, kim oldu bu adamlar bizni demokratiyaga öğretmek için? Rusiyanın uzlaşmalar buyuk bir canavarga yol beruvdur. Ukrayna vice-baş naziri Stepan Kubev Rusiyanın parlament asambleyasına qaytmasına kol tutkan memleketlerge müracaat etti. O Rusiya Ukrayna topraklarının közde 7'sini işgal etkenini ve Donbasta onun yüzünden başlanğan cenk neticesinde 13.000 Ukrayna vatandaşı elak olğanı, 30.000 ise yaralanğanlarını hatırlattı. Звертаюся до кожної країни, яка підтримала повернення російської делегації Пар'є. Rusiyanın Avropa Şurası'nın Parlament Asambleyasına qaytmasına kol tutkan memleketlerge müracaat etем. Siz hiç bir zaman toxtamayacak javarını buyutesiniz. Bir uzlaşma onu kuvvetleştire. Bugün Avropa böyle karardan son gelecekte uzun başına büyük bela açqanını anlamay. Венедика еті Рус мебюслерінің Авропа Ассамблеясында чалыша білмелері бойынша қарар шығарacak. Жетвелге işgal етілген Қырымда сайлауларда иштирак еткен мебюслер көрсетілген деп хабар етті Азатлық радиосының мұхбері Рикард Йозвяк. Шымдырек Украина шекиетінің саясында Москва делегациясының мебюслері рей беріп оламай, бұндан ғайры бірлешменің вице-президенті сайлауларында Русия намзеті ғалебе қазанып оламады. Украинада орбита жавузыны дестеклеген ве Авропанен Американың санкциялары алтында болынған Леонид Слуцкийге 58 рей етішмеді. Бұл ақшам екінші тур сайлаулар кечежек, егер Слуцкий қазанмаса, Rusiya en büyük делегациялардан бірі olğanı için başka namzet çıkaracak. Sonki 5 yıl devamında Kırım işgalinden son Rusiyanın teşkilatta rey beruf hakkı alındı. Ama birisi konu Frankistan ve Almanya teşebbüsünden Avropa mebüsleri Rusiyaga koyulgan sanksiyalarını ləğu etdi. Ukrayna delegatsiyası narazılıq bildirib, teşkilatta işini toxtattı. Байрақнен бірлешкенлер Киевде Milli Bayrak күні мұнасибетінден халқара форум кечті. Анда Байрақнен бірлешкенлер акциясында иштирак еткен халқара делегациялар иштирак етті. 9 ай девамында фаалер Кырым Татар байрағыны 28 мемлекетке алып барған. Июньнің 24-інде байрақ Украинаға қайтып келді. Байрақның икиясыны Киев шәһәр мемориятында ачылған сергіде көрмек мүмкін. Акция иштиракчылары кайда эткеніне көре, акцияның мақсады бүтін дүнияға Кырым татарлары ве Кырымның шымдыки вазияты ақында айтып бермек. Эжнеби делегацияларының иштиракчылары саяси мобюслерінің бошатылмасы ве Кырымның азат етілмесі талабынен Украин ве эжнеби саясетчілерге müracaat еттілер. Для виконання поставлених завдань ми закликаємо Қойылған вазифелерінің бежірілмесі үшін Украинаның ве бүтін дүнияның саясетчілеріне müracaat етіп, Кырымде оккупациясы анда инсан ақларының құрывы ве саяси мобюслерінің азат етілігі мәселесінде да фаал олмаларына істейміз. Поки Європа і весь світ не виправиться, Avropa ve bütün dünya hatalarını düzeltmegence memleketlerde esas kuvvet cemiyet olacak. Siz doğru yolunu seçtiniz. Ukrayna ve Kırım Tatarlar kureshini devam ete. Ukrayna serbest olmak gerek.
Лефортова тақиқат тевқиф ханясынды эвленделер. Украин арбий СРД Виктор Беспальченко келені Татьянаға эвленді. Боқта адвокат Николай Полозов ось Facebook сайфасында язды. Яш тақиқат тевқиф ханясынын мудириятынден эвленмек үшін рухсетні бір қач айдар алмаға тырышты. Қысқа эвленув мерасимынден сон Виктор ве Татьянаға қонышмақ үшін бір саат берілді, ама аписхане хадимы незаретті алтында. Вашингтон ве Киев Украин арбий анбарларының құру системаларыны ейлештірмек үшін $4 миллион берілмесі қында меморандум имзаладылар. Боқтам білдірмемезлік ве ихрач незареті меселелеріні Украина Америка иш группасының отырушындан сон белі олды. Деп хабер әті Америка Бірлешкен Дәулетлеріндегі Украина елчілігінің матбуат қызметі. Украина Америка иш группасы елда әкі кере күріші Киеве Вашингтонда. Күрішівлерінің мақсады халқара телекесізлік сасында дәулетлер арасында ишбірлік музыкеретілмесі көтлеве йоқ ету вселясының тарқатылмасына ел бермемек. Технологияларының незареті Русия тежавузына санкциялар сесеті черчевесінде қаршылық көстеров. Украина парламентіне 5800 юзден зияде кешін намзетленді. Меркези сайляв комиссиясы қайдиетіні екінледі. Бұлар чоқлық, де мутенасип сайляв системасы намзетлері. Сайляв комиссиясы рейсінің айтқанына көре, комиссия сайлявларда ясақ етілген ұсуларға ел бермемек үшін бір сыра чаре көрген. Ми отримали по попереднім даним найвища кількість. Илкалған мәліметқа көре энчоқ бұл сымадашлары. Бір сайляв бөлгесінде 3-4 кеші өз ара рақабет еткен намзетлер сымадашларыны қоланды. Насыл етіп комиссия сымадаш олғаныны анламақ керек. Чоқысаларда бөлі намзетлерінің телефонлары чалышмайда бөлі весиқалар айын ола. Бұтынлей бір мәлімет yazылған. Мемлекеттің эссас қонуныны комикслер шекленді. Киевде анаяса конумна себеті или ресімлі электрон китап тақдим етілді. Башқа романлар мектеп баллары Эгис аға қардаш роман ве Марк. Ве оларының қорантасы программа Джибаба, Адлиеджи ана, профессор Қардбаба ве Оджа бита. Чешітаяти вазиетлерді олар әмелиятта озяқлары ве мечбуриетлеріні огрене. Лейханын мақсады земаневе ве анлайышлы тарзда балаларға анаясының сазы маделеріні анламаға ве күнлік яшайышта оларны насыл етіп құланмаға керек олғаныны огретмек. Лейха бұ сене майыс айында башланды ве октябрь айында бүтінлей азыр алмақ керек. Шу заман ой интернетті ачық ирышымды пейда олacak. До кінця жовтня наш досвід показує, що починати треба з дитинства. Біздің тәжірибеміз әршейні балалықтан башламақ керек олғаныны көстере. Мектепте да 1-ші сыныфлардан. Чүнки 10-ші сыныфта оқуқшынаслық әсаслары кебі дерс пейда олғанда, о zaman балаларының табиеті әнді шекіліне ве оқуға диққат етмей. Чүнки дерс формаль оларақ алып барыла. Ве балалар оқуқ ақ сербестлік кебі шейлеріні білмей. Үрмедлі серджілер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз, да чоқ хаберлеріні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенше.